Саламатсыздар ма? Мен Шайғақ орта мектебінің 8-ші сынып білім алушысы Құдайберген Асылбек. Табиғатты аяла жас өлкетанушылар байқауының Жасыл ел номинациясы бойынша өз жобамды ұсынамын. Менің жобамның тақырыбы Тараз қаласын кәріз жолдан химиялық, биологиялық тазалау жолдары. Тарихына келетін болсақ, 1800 жылы ешқандай қалада кәріздер болмады. Ағынды суларды тазалау жүйелері Луи Пастер және басқа да ғалымдар ағынды сулардан тасымалданатын бактериялар көптеген жұқпалы ауруларға жауап беретінін көрсеткеннен кейін қалаларда кәріздер пайда бола бастады. Тараз қаласының кәріз жолдары 1960 жылы қолға алынып, 1963 жылы қолданысқа берілді. 1970 жылдың басынан бастап 1990 жылға дейінгі ағынды суларды тазалау мақсаты ең алдымен эстетикалық және экологиялық мәселелерге негізделген. Құрылысының тозу деңгейі 60% көрсетеді. Өкінішке орай кей қалаларда 90% көрсеткішке ие. Тараз қаласы Қазақстанда кәріз құрылысы жоқ жалғыз қала. Соған байланысты қала әкімі қалдық сулардың шектен тыс көбеюіне апаттық жағдайға байланысты төтенше жағдай аумағы қаралуда екенін айтты. Экологиялық апаттың алдын алу мақсатында қосымша карталар салуға Жамбыл ауданынан 200 гектар жер телімі бөлінген. Қазіргі таңда механикалық атат мекемесі тарапынан ғимараттық схемалық жобалар әзірленуде. Бірақ сол уақыттан бері бұл еш өзгеріссіз қалды. Осы мәселеге сәйкес мен осы жобамды ұсынамын. Ағынды суларды тазалау үш этапта тұрады. Бірінші этап бізде механикалық тазалау. Бұл жерде суда ермейтін мата, шүберек, ойыншықтар механикалық машиналар қозғалмалы томен елек арқылы тазаланады. Мұндағы қатысаты қайта өтетін зауыттарға барады немесе полигонға тасылады. Екінші этап бізде биологиялық тазалау. Келесі кезеңде ағынды су құмды тазалаудан өтеді. Ол кезде су құм, шыны, шлактан тазаланады. Бұл кезде су жылдамдығы баяулайды, өйткені процесс инновация негізделген. Бұл өте маңызды этап болып табылады, себебі құмды химиялық жолмен тазалау мүмкін емес, және өте ұзақ шлак насостың жұмысына кері әсер етеді. Бұл этаптың соңында судың тығыздығы азаяды және жиналған бөлек ыдыстағы құм шлакты шығарып алып тастайды. Су ағып өтіп арнайы май тазалайтын бөлікке барады. Судың температурасы төмендегенде ондағы майлар қатып қалып сүзгіден оңай уланады. Бұл этаптардан өткен соң су бөлшелік тұндырғышқа барады. Етінді резервуарда 10 сағат бойы араластырылады және 3 апта бойы ферменттеледі. Екінші этап биологиялық тазалау. Бұл ағынды судың негізгі тазалау бөлігі. Мұнда су аэробты бассейнге барады. Екіншілік тазалау үрдісі жүреді. Бұл процестің мақсаты мүмкіндігінше судың биологиялық құрамын тазалау. Бұл аэротенк арқылы жүреді. Мұнда биохимиялық процесс жүреді. Аэротенктің артықшылығы резервуардың мындаған тесіктері арқылы судың көпіршіктенуі. Бұл суды оттегімен байту жолы. Үшінші этап физикалық химиялық тазалау мен азондау жүреді. Бұл этапта суды дезинфекциялау жүреді. Мұнда биохимиялық процесс жүреді. Суды залалсыздандыру үшін су қоймаларының ағып өтетін жолдарында ультrakүлгін сәулелер орналастырылған. Мұнда микроағзалар көбейе алмайды және зиянсыз болады. Мұндай суды пайдалана беруге болады. Ультrakүлгін сәулелерінен өткеннен соң су хлорлы сумен 30 минут бойы залалсыздандырылады. Бұл кез келген организмді өлтіреді, бірақ бұл суды ең алдымен хлордан тазалау қажет. Себебі адамзатқа зиян тигізеді. Хлордан басқа азондау процесімен залалсыздандыру болады. Мен азондау процесінің орнына натрий гипохлорид қышқылын ұсынамын. Атап айтқанда Еуропа, Америка елдерінде кеңінен қолданылатын тұз. Бұл құрамында 95,2% белсенді хлор бар және судан бөліп алу оңай. Мен өз жауабымды қорытындылай келе, ағынды сулардың мақсаты қоршаған ортаны қоғамдық денсаулықты сақтау мен әлеуметтік мәселелерге сәйкес қорғау. Ағынды сулардың табиғатын түсіну, ағынды сулардың табиғатын тазартуға тиісті процедураны әзірлеу, тиісті процедураны қабылдау, қалдықтар үшін қолайлы критерийлерді анықтау, процедураны тексеру үшін қажетті бағалау дәрежесін анықтау мен ұлттық негізіне салынатын қалдықтар үшін шешім қабылдау өте маңызды. Сондықтан тазартылған ағынды судың қауіпсіздігі мен тиімділігін сапасының қамтамасыз ету қажет. Ұсынып отырған жауабының барысында тәжірибелік нысан ретінде жүргізілген ағынды суға натрий гипохлорид қышқылын қосқанда онда дезинфекциялық қасиет барын анықтадым. Бұл тұзды алып отырған себебім аздан әрі тиімді әрі судан бөліп алу оңай. Сумен араласқанда гидролизленіп дезинфекциялық қасиет көрсетеді. Ұсынып отырған жауабының барысында Тараз қаласы кәріз жолдарының химиялық биологиялық тазалау жолы схемасын көрсеттім және жоба барысында қойылған міндеттер орындалды.